Әлеуметтік желілердің дамуымен және олардың жалпыға қолжетімділігімен интернетті пайдалану арқылы азаматтарды жалдау қаупі артып келеді. Өз қатарын толтыруды көздеген түрлі секталар қазіргі күні ең алдымен әлеуметтік желілер, ғаламтор арқылы жұмыс істеуге күш салады. Террористік және экстремистік топтардың, секталардың өздерінің идеологиясын тарату үшін әлеуметтік медианы пайдалану мүмкіндігі бар. 2015 жылдан бастап интернет кітаптар, журналдар және теледидар сияқты дәстүрлі медиа нысандарын жедел басып озып, ақпараттық және ойын-сауық платформасына айналуда. Ал қазіргі таңда мына біздің Instagram болсын, TikTok, YouTube болсын, желілерде не әртүрлі жаңағыдай маман в кавычках дейді орысша, мамандар шығып кеткен. Олардың ешқандай бір тамамдаған бір ислами университет жоқ. Ешқандай бір жаңағыдай ұстаздардың алдында пәлен жыл отырып ешқандай не дәріске қатыспаған. Олар не жаңағыдай бір-екі кітап оқиды. Сосын өзінің жаңа парақшасын ашып алады Инстаграмда немесе Ютубта, сосын не жаңағыдай сақалын өсіріп, басына сәлдесін тағады и шариғаттың атынан сөйлейді. Бүгінде интернетте таралатын тиісті материалдардың 80%-дан астамы Ирак пен Сирия аумағында орналасқан террористік топтардың қызметіне жатады. Манипуляцияның тағы бір әдісі бар. Онда деструктивті діни ағымды жақтаушылар өздерінің уағызшыларының әлеуметтік желідегі әділ бейнесін жасайды. Іс жүзінде ол жалған бейне, әрі деструктивті идеяларды таратушы болады. Нәтижесінде жастарды радикалануға, Қазақстан Республикасының заңнамасын бұзуға итермелейді. Тек қана интернеттен білім алам десеңіз, шатасып кетуіңіз әбден мүмкін. Неге десеңіз, өйткені интернетте ашығын айтқанда ақпарат өте көп. Оның барлығын фильтрден өткізу, оның барлығын қайсысы дұрыс, қайсысы бұрыс деуге бір баға беру, әсіресе жас адамға, өмірлік тәжірибесі жоқ адамға өте қиын. Бірақ негізгі білімді алдымен өзіңіздің еліңізде, өзіңіздің қоғамда, өзіңіздің ортаңызда, сіз жақындарыңыздан солармен кеңесе отырып алған дұрыс деп ойлаймын. Интернеттен мүмкіндігінше аулақ болып, ал келген ақпаратты өзіңіздің анализіңізден, талдауыңыздан өткізу арқылы ғана баға беруіңіз керек деген ойдамын. Жихад форумдары өте танымал. Олардың алаңдарында хат алмасу, қарым-қатынас, пікір алмасу, соның ішінде қатарларына тарту жұмыстары жүргізіледі. Яғни танымал әлеуметтік желілерде аккаунттардың пайда болуына қарамастан, форумдар радикалды ұйымдар үшін олардың идеологиясы мен тұжырымдамаларын таратудың ең сүйікті құралдарының бірі болып қала береді. Ол жерде жаңағыдай енді не дейміз ғой, радикалды идеологиялар дейміз ғой. Сол радикалды идеологияны жаятын нелер адамдар өте көп тұлғалар. Қазақстанда кезінде тұрған, немесе мынау Ресей елінде, Кавказ аймағында тұрғандар, кейін бірақ қашып кеткендер, өйткені заңмен қудаланғандар. Bir қатарлары Саудияда отыруы мүмкін, бір қатарлары Түркияда отырады, кейбіреулер Европаға қашқан. Біздің еліміздегі шариғат мәселелеріне қатысты жаңа сұрақтарға жауап береді. Көбінесе жаңағыдай олар деструктивті тәсілдерді қолданады. Басында жаңағыдай жайлап таухидтен бастайды. Бастамасы жақсы, Алла біреу деп бастайды, кейін жайлап таухидтің аяғы такфирмен аяқталады, такфирдің аяғы джихадпен аяқталады. Сондай жүйе қолданады. Олардың мақсаты жеке адамның санасын бұрмалау, белгілі бір құндылықтарды қалыптастыру және террористер қатарына түпкілікті тарту болып табылады. Дінді жамылып, әртүрлі милитаристік, әртүрлі әскери құрылымдарға шақырып жатқан, әртүрлі адамдарды осы біздің мемлекетке қатысы жоқ қақтығыстарға шақырып жатқан контентті жиі кездестіреміз. Бұл глобалды, жаһанды мәселе болса, қорқытатын, қоғамды қорқытатын. Екінші мәселе, көзге қатты көріне бермейтін, бұл деструктивті идеялар. Яғни біз қоғамымызда қалыптасқан құндылықтарды жоққа шығару арқылы, жаңағы интернетте сондай идеялар тарату арқылы қоғам ішінде біз бүлік таратуымыз мүмкін, бүлік жаратуымыз мүмкін, және қоғамдағы ұяланған, жаңағы қалыптасқан бір бейбітшілікті, бірлікті тас-талқанын шығаруымыз мүмкін. Интернет кеңістігінде терроризм мен экстремизмді насихаттауға қарсы іс-қимылдың тиімді тәсілдерінің бірі Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының ресми интернет ресурстары. Қазислам.kz рухани ағарту сайттары арқылы насихаттау қазіргі жастардың діни сауаттылығын арттыру жолы болып табылады.
қазір енді ислам діні жастардың арасында көп тарап жатыр ғой. Егер де оларда қандай да бір ислами тұрғыдан бір сұрақтар болатын болса, оны не маманға барып қою керек. Сол кісілерге барып сұрақтарын қойып, жаңағыдай сөйтіп жауаптарын алған дұрыс. Немесе өзі жаңағыдай талаба болам десе, шәкірт болам десе, осы ислам дінінің жаңағыдай несін алам десе, өзіне сіңірем десе, бойына онда не медреселерге осы Қазақстандағы немесе жаңағы Алматы Нұр-Мүбарак университеті бар, сол жаққа барып, не сол жерден кәдімгі дұрыс білім алған жөн. Дінтанушы, теолог мамандардың пікірінше, халықты осындай теріс пиғылдардан сақтандыру үшін әлеуметтік желі, ғаламтор арқылы дін саласындағы мемлекеттік саясатты, дәстүрлі діннің құндылықтарын, зайырлық қағидаттарын насихаттап, дін тақырыптағы салиқалы әңгімелерді үзбей жүргізіп отырудың маңызы зор.